ашар, Аллам ойлағанға. Сүндет деген ұлы пайғамбардан асар, пенде майлаң бар ма? Тұтар дос үлгі, жасыңа жас қосылды, ұзақ ғұмыр тілеп қуаныштан жүрек, сөз таба алмай бүгін тосылды. Тілеймін тек бақыт, жетелесін уақыт, алға қарай арман көшіңді. Сен туған күн, бұл мерекеміз, кел қарсы алайын, ән салайын, кел екеуіміз. Алдарыңызда падишах би ансамбля. Не деген қошемет мынау, не деген айқай шу. Қырғызалы елі тойы құтты болсын баршаларыңызға. Рахмет. Ассаламағалейкум. Кеш жарық. Мықымы-мықты мырзалар менен қиял түбінде қалықтаған арулар. Міне бүгін кешегі хандар ақылдасып, билер билескен, кереметтей хан сарайындай болған зәулім салтанат сарайымызға бір қолдың сағасындай, бір үйдің баласындай етіп, баршамызды жинап, жиып, дәм беріп, дәрежемізді өсіп жатқан Амановтар әулетінің думанды кешіне баршаларыңыз қош келдіңіздер!
Рахмет, мінеке қымбатты мырзалар, ханымдар, бүгін бір керемет кештің куәсі болғалы жатырмыз. Қызықшылыққа жиналған һәм сыйлы меймандардың алдында дүбірлі тойдың куәгерлері болып жатырмыз. Ендеше рұқсат етсеңіздер, мен көп сөйлеп созбай, әдеттен озбай, бүгінгі шуақты тойымыздың шырайлы кейіпкерлері, той иелерін арнайы өздеріңіздің ыстық ықыластарыңызбен, қошемет құрметтеріңізбен, ән шашуыңызбен қалсалайық жейік жақсылар. Отырмайықшы, қадалғандар, өтініш отырмайықшы. Бір 2 минут тұрып тұрсақ, ешкімнің ештеңесі кетпес. Тұрайықшы, екі жақсылар, шынымен. Мен үшін емес, той иелері Алдашбек көкеміз бен Ғалия анамның құрметі үшін бір 2 минут тұрып тұрсақ, ешкімнің ештеңесі кетпес. Міне, бүгінгі күн есте мәңгі сақтар күн. Түйініндей алып ұшқан хаттардың, нұрын шашып алаулаған ақ таңның, ақ түйенің қарына шарғал жапқан күн. Құдай қаласа, той жасап дүбірлетіп, ағайын туыстарды жинаған той иелерінің той қуанышы құтты болсын деп, шынайы, кең пейілмен келген игі жақсылар, без музыки, айқай-шумен 10 секунд шапалақ ұрып тұрып құттықтайықшы кәнекей. Ал кетті.
жұрт сіздерді сыйлап, орындарынан тік тұрып, қошемет құрметтерін аямай жатыр. Құдай қаласа той қуаныштарыңыз құтты болсын. Адам ұрпағымен мың жасайды дейді. Өздеріңіздің аттарыңыздан ерікке жатқан кішкентай бүлдіршіндердің көз қуаныштары болып, әрдайым ойнап күліп жүрулеріңізді Аллахым нәсіп етсін. Зейнетіңіздің бейнетін көріңіздер, Құдай қаласа. Енді қадірлі қонақтар, рахмет, жайғасыңыздар, жайланыңыздар. Рұқсат болса, осындай әдемі кейпімізде отбасылық естелікке суретке түсуге шақырамыз. Мәрхабат, келіңіздер. Тамаша, ендеше рұқсат болса, батыр ұлымызды арнайдап, өзінің кереметтей тағына жайғастырайық, кешіміздермен қарай жалғастырайық. Қадірлі қонақтар, көп рахмет, көкемізде анамызда өз арналарына жайғастырыңыздар. Екі жасы арнайдап сол баламызды жұмыр тобының кереметтей театрландырылған қойылымымен қошемет құрметтеріңізбен қарсы алыңыздар. Ассалаумағалейкум тойшыл қауым. Бүгін міне әйгілі Қаратау етегінде томаға тұйық жатқан Жаңақорған деп аталатын өңірде бір керемет той болғалы тұр. Себебі бүгін әулетіміздің кішкентай батыры Ашамайлы атқа мініп мұсылмандық таққа көтерілді. Тойларыңыз құтты болсын. Мұсылмандық белгісі ер баланы сүндеттеу, имандылық белгісі сол сүндетті құрметтеу. Сүндет тойың жаңғырсын, жарып ауыл аспанын, осындай ұлы дәстүрді жалғастырсын жастарың. Мұсылманның ұлы жолы екен бұл, тазалықтан құралатын бекен бұл. Орныңнан тұр, ізет көрсе дағайын, келе жатыр, биіктерге жетер ұл. Рахмет, қадірлі қонақтар, көп. Енді нағашылар арнайы бүгінгі жиендеріңізді тақтан түсіріп, көкке көтеріп, иыққа салып, барша дейіп жұрттың алдынан ерекше бір айналып өтейікші жерінің той екен, барша дейіп жұрттан бәлімдеп өтейікші кәнекей. Нағашылар қошемет құрметтеріңізді аямаңыздар. Айбар ұлдарыңыздың сүндет тойы құтты болсын, қайда нағашылар қошемет қайда? Той құтты болсын кәнекей. Рахмет нағашыға көкөмен жеңді түсіріп, орнына жайғастырып, болмаса нағашылардың қатарына өзіңіздің қасыңызға алып отыра берсеңіз болады, Құдай қаласа. Арнайы датқан нағашыларға қошемет құрметтеріңізді аямаңыздар, ең жақсылар. Мәрхабат, рахмет. Ал, қадірлі мырзалар, ханымдар, мынау игі жақсылар, кешімізді бастырмас бұрын бір жақсы бір хабарландырып айтып өтейін өздеріңізге. Осыдан бірнеше уақыттар бұрын той иелері баршаларыңызға осындай кереметтей той болады деп арнайы шақыру жіберген болатын. Сол шақырудың астында шағын бір сөз жазылған тұғын, байқамай қалдыңыздар ау деп ойлаймын.
сол шақырудың астында 12 жастан төмен келген қонақтар ата-анасының рұқсатынсыз ортада жүрмесін деген болатынбыз. Рұқсат болса, әрқайсымыз өзіміздің ұл қыздарымызға иелік етіп, орындарымызға жайғасып жайланып отырайық. Я қыздар болды, мешат етпеген үлкендер шығады қазір. Мархабат, рахмет, ек жақсылар. Ал. Ендеше, керемет кешіміздің басын бастайық. Біз қазақ қазыналы қарттарымыздың бата тілегенсіз, қазыналы тойымыздың алтын қақпасын беттемеген қазақпыз. Ескіліктің шолынсыз, етек жеңімізді реттемеген қазақпыз. Осы орайда арнайлап рұқсат етсеңіздер, мен ортамызға әулеттің үлкен адуын ақсақалдарын, ел ағаларын шақырып, кереметте кешіміздің бет-пердесін ашып, бісміллә деп ақ баталарын алған жөн санап отырмын. Атап өтер болса, арнайлап Тілеухан көкеміз бастаған, Арыстанбек көкемізді, Нұрбек көкеміз бен Жалғасбек көкелерімізді асабаның алаңына тойымыздың төріне шақырамыз. Келіңіздер, атап алған адуын ақсақалдарымыз, әулетіміз үлкен ағалары қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл бітсін. Мәуілгерден кереметі қарияларымызға деген жақсы бір өлең жолдары бар. Әр үйде бір қария дегеніміз дария. Сартылса егер дария қаңырайды әрия дейді. Бүгінде кереметте кешіміздің дөбірлі тойымыздың бет-пердесін ашып, ақ батасын берсін деп арнайлап өздеріңіз ортамызға шақырдық. Келген қадамдарыңызға құт бітсін. Рұқсат болса, мен микрофонды өздеріңізге ұсынайын. Жолды үлкен, жас үлкен, көкелеріміз, ағаларымыз кімнен бастаймыз? Той қуанышы құтты болсын. Мәрхабат. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум, қадірлі торсүйер қауым, тойларыңыз құтты бола берсін. Мына бүгін менің інім Алдашбек немересін сүндетке жатқызып, мына той жасап отыр. Алдашбек айналайын, тойын құтты болсын, тойын тойласа берсін, отбасың аман болсын, айналайын. Балдарыңның немередердің мынау қызықшылығын көре бер, ұзақ өмірден саулық берсін, отбасың аман болсын, айналайын, тыныштық аман болсын, саған барлық жақсылық тілеймін. Бүгінгі Алдашбектің той ашық деп жариялаймын. Құрметті тойшыл қауым, келгендеріңізге көп рахмет, табандарыңызға гүл бітсін. Бүгін мына Алдашбек еліміздің 3 тойы ғой. Өзінің 65 жастығы, немересінің тұсаукесері, келіннің пенсияға шыққаны. Құтты болсын тойлары. Елімізде, жерімізде тыныштық болса, әрдайым той бола береді. Осындай той көп болсын. Халық жиыла берсін осындай тойларға. Ойнап күліп, осы жерден қазір ішілеп тарқаңыздар. Өз үйлеріңізде көріңіздер. Рахмет. Ассалаумағалейкум, құрметті тойшыл қауым. Мен Алдашбектің тұрмын ағашысы боламын. 7 сайдан келіп отырмын. Алдашбек жиеннің 65-ке келген жасы, мына келініміз Ғалияның зейнетке шыққан күні мына құтты болсын. Мына немереміз Айбар сүндет тойы құтты болсын. Құда қаласа осы тойды жақсылап, ішіп жеп, жақсылап күліп ойнап атқарып күшіңізді. Той құтты болсын бәріңізге. Бәріңізге той жұғысты болсын. Құрметті ағайын, қадірлі құда-жекжаттар, достар, туыстар, мына бүгінгі той құтты болсын. Барлығыңызға келген қадамдарыңызға гүл бітсін, жақсылық болсын, амандық болсын. Сіздердің үйлеріңізде де осындай той күні көп болсын. Ай, тамаша. Мұна тоқталмай ұрылған шапалақтың барлығын сіздердің құрметтеріңізге арнап. Рахмет. Арнайлы той иелерін әзірлеген сіздерге кереметті сый-сияпаттарын қабыл алдыңыздар. Орамал том болмайды, жол болады дейді ғой. Бата балдарға бақыт берсе, шапан қарияларға шабыт береді дейді. Әрдайым осылай шапандарың жамылып, шаттанып, шабыттанып жүрулеріңіз Аллахым нәсіп етсін. Енді көкелеріміз, міне, бүгінде Айбардай баламыздың сүндет тойында тойымыздың бет-пердесін ашып беріп жатсыздар. Иншалла, сол баланың үйлену тойында да дәл осылай 4 көзіміз түгел тойымыздың бет-пердесін ашуды Аллахым сіздерге нәсіп етсін. Сол күндерге жете берейік. Рұқсат болса, көкеміз бен анамыз ортаға бір естелікке суретке түсейік, сосын кешімізді жалғастыра жатармыз. Мәрхабат.
Тамаша рахмет. Адуындақ сақалдарымыз өздеріңіз ортаға ерігін шақырдып, селкілдетіп билет қойғамыз ет бұлар. Арнайлап сый-сапаттарыңыз болса, тамыстап, орындарымызға жайғасайын, жайланайын, кешке бірге ат салсайын, көңілді өткізейік, жайғасыңыздар. Алдарыңыздағы дәмнен, астан, судардан алып отырыңыздар, көңілді отырыңыздар. Келесі кезекте кереметті ән шашуымен келген, ерекше мәртебеге ие болған, төрт қақпалы Түркістан қаласынан келген сұлуда сымбатты қыздарыңыз Падишах триосын ортаға шақырамыз. Той қаласын дейміз. Мархабат. Бұлай жасайық шек жақсылар. Бұл той Құдайдың бізге берген қазынасы. Осы бір керемет қазынамыздан айырып қалмайықшы. Мұна көптеген қонақтар бұлай айтып жатыр. Тойдың күшті өтуі ол тамадаға байланысты деп. Мен оған толығымен келіспеймін. Тойдың жақсы өтуі негізі келген қонақтарға да байланысты. Асаба өзінің міндетін атқарады. Өздеріңізде қадірлі қонақтар айтқан тілекті тыңдап, шалға ұрып, ойнап, билеп, күліп, жадырап отырсаңыздар, сол кезде ғана той керемет өтеді. Сонда да бірден келісіп болайықшы. Бүгінгі тойда, бұрын соңда жаңа орғанда өтпеген тойға бір ерекше өткізейікші. Сразу айтайық, екеу ара әңгімені тастайық. Кіммен келдің, қашан қайтасың, сен машинаңды орын бар ма, мен сенімен қайта берейін, ана пакетіңді бір шыңнан сала берейін, түнгі үште анау мал базарда кету керек шиеліге, газелді қыздыру керек деген әңгіме бәрін ұмытайық. Бүгінгі тойды бір ерекше форматта өткізейік, жоғарғы деңгейде өткізейік. Осы бір нәрсеге келсем десеңіздер, бір айқайлап, шулап, шапалақ ұрып көңілге көтеріп қояйық. Шапалақ ұрып жатыр, бірақ түрлеріңіз бүйтіп отыр осыда. Ауылда қайтпайтын тамада екен деп ше. Жоқ, бүйтейік. Мен бұған көнбеймін. Бүгін той Алдашбек көкеміз бен Ғалия анамыздікі негізінде. Бірақ десек те Әлібек ағамыз бен
Алтынай жеңгемізді де арнайлап атап өтпесек болмайды. Сондықтан да рұқсат болса, сіздердің қалың қошемет құрметтеріңізбен Әлібек ағамыз бен Алтынай жеңгеміз ортаға шақырдыңыз. Байқадыңыздар ма? Байқадыңыздар ма? Байқамадыңыздар ма сіздер? Сіздер қалай шықтыңыздар, халықта солай шапалақ ұрттан негізінде. Өзі әліге тойға екі-ақ түрлі қонақ келеді. Бірінші қонақ сынап келеді, екінші қонақ сыйлап келеді. Мен ойлаймын, бүгінгі сіздердің жасап жатқан кереметтей тойлар